Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен ганпандан етін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен етімізді жұқалап тұрайтын боламыз. Бізге етіміз тез пісатын ет қажет болады. Осылайынан жұқалап жіңішкеп тұраймыз. Керек заттың барлығын видеоның астына жазып боламын. Біз алдымен бұрышымызды тұрайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей. Осылайынан тұрап шығамыз. Пекинский капустамызды тұрайтын боламыз. 4 бұрыштағы видеода көрсетілгендей. Мен мұнда 2 адамға жасап жатырмын. Егер сіздер 3-4 кісі жасайтын болсаңыздар, сәл барлығын көбіректен қоссаңыздар болады. Күрішімізді пісіретін боламыз. Күрішімізді жақсылап жуып алғаннан кейін біраз кептіріп аламыз. Қызып тұрған майымызға салатын боламыз. Жиырма 30 секундтай күрішімізді осылайынан араластырып тұратын боламыз. Дәміне қарай 1 чай қасық тұз салдым. Мұнда менде 2 кесе күріш, 4 кесе суды қайнатып қойдым. Бірден үстіне қайнаған суды құятын боламыз. Біздің осылай қатты қайнау керек. Оттың асын азайтып 20 минут пісіретін боламыз күрішімізді. Ыдысымызға майымызды құйып, етімізді қуыратын боламыз. Етіміз қуырылғаннан кейін үстіне 1 қасық соевый соус құятын боламыз. Чесногымызды, сельдерейімізді салып, араластырамыз. Пиязымызды салып, қуыратын боламыз. Пекинский капустамызды салып, араластырып, бетін жауып қоямыз. Бұрышымыз салатын боламыз. Дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш салатын боламыз. Араластырып, астын азайтып отымыздың бұрышымыз пісқанға шейін қойып қоямыз. Бұрышымыз қатты езіліп кетпесін. Тамағымыз пісқанға шейін ыдысымызға күрішіміз салатын боламыз. Осында кесеге күрішіміз салып, сәл үстінен басып толтыратын боламыз. Күріш өте жақсы болып пісқан, езілмеген, шашыраңқы болып, өте дәмді болып шыққан. Ыдысымызға осылайынан абайлап қойып алатын боламыз. Өте ыңғайлы, тез алынатын болады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео болады. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.